қауіпсіздігі үшін және айналадағылардың қауіпсіздігі үшін. Ал егер біз бас тартсақ, Селезнев оған суық қарады. Сізде таңдау жоқ. Бұл мемлекеттік қажеттілік, егер ерікті түрде бас тартсаңыздар, мәжбүрлеу шараларын қолданамыз. Ерекше қауіпті инфекцияларды тарату туралы мақала. Лагерлерде 20 жыл. Үнсіздік. Сіз блаф жатырсыз, деді Ольга. Тексеруге кеңес бермеймін. Бас дәрігер араласты. Қыздар, ақылға келелік, 2 апта соншалық ұзақ емес. Күтіңіздер, инкубациялық кезеңді күтіңіздер, барлық қажетті анализдермен емдеуді аласыздар. Егер бәрі таза болса, үйге қайтасыздар. Егер жоқ болса, кез келген жағдайда осылай қауіпсізірек. Лариса қалғандарға қарады. Ольга ернін тістеді. Ирина көз жасын сүртті. Татьяна терезеге қарады. Жақсы, деді Лариса, біз келісеміз, бірақ бір шартпен. Біздің отбасыларымыз бізден тұрақты хабар алғанын қалаймыз. Хаттар немесе кемінде жазбалар біздің тірі және сау екенімізді білу үшін. Селезнев бас изеді. Келістік. Әр 3 күн сайын хат жазасыңдар, біз жеткіземіз. Таңғы 4-те медбике қыздар жертөлеге түсті. Селезнев және Громов оларды тар коридорлар мен қос металл есікке апарды. Оның артында карантин үшін қайта жабдықталған кең бөлме болды. 4 аурухана төсегі, үстел, орындықтар, қол жуғыш. Қабырғаларда гигиена туралы плакаттар, кезекшілік графигі, медициналық нұсқаулықтар. Дәрі-дәрмектер, азық-түлік, су бар сөрелер. Байланыс үшін радио. Бәрі ойластырылған. Осында жақын 2 аптаны өткізесіңдер, деді Селезнев. Дәрігер күніне 2 рет келеді, анализдер жасайды, жағдайды тексереді, тамақты арнайы шлюз арқылы келеді, сыртқы әлеммен байланыс тек радио арқылы. Телефондар жоқ. Терезелерде жоқ па? Деп байқады Ольга. Бұл жертөле түсінікті. Селезнев және Громов шықты, есік жабылды. Сырттан құлып шертті. Медбике қыздар жалғыз қалды. Алғашқы 3 күн салыстырмалы түрде тыныш өтті. Дәрігер шынымен күніне 2 рет келді. Таңертең және кешке. Қан анализдері алды, температура мен қысымды өлшеді, терідегі бөртпелерді тексерді. Барлық көрсеткіштер қалыпты еді. Аурудың ешқандай симптомдары көрінбеді. Медбике қыздар отбасыларына хат жазды. Қысқа, көңілді, тыныштандыратын, бәрі тәртіппен тұр. Жақында қайтамын. Сүйемін, сағынамын. Селезнев хаттарды жеткіземіз деп уәде берді. Бірақ уақыт баяу өтті. Жертөледе терезелер жоқ, күндізгі жарық кірмейді, тек жасанды жарық. Уақыттың жалғыз белгісі күніне 3 рет жаңалықтар тарататын радио. Жаңалықтар бойынша таң, күн немесе кеш екенін білетін. Ольга күнделік жүргізді, болып жатқанның бәрін, немесе дәлірек айтқанда, болмағанның бәрін жазды. 4-ші күн, анализдер таза, самочувствие қалыпты. Зерігуден ақылдан ауып барамыз. Лариса карта ойнауды ойлап тапты. Ирина бізге берілген кітаптарды оқиды. Таня үндемейді, қабырғаға қарайды. Оған алаңдаймын. Татьяна шынымен тұйықталды. Ол сөйлемейтін, аз жейтін, төсекте сағаттап жатып төбеге қарайтын. Таня, саған не болды? Деп сұрады Лариса 5-ші күні. Балалар туралы ойлаймын. Оларға 5 және 7 жас. Аналарының неге жоғалғанын түсінбейді. Біз хат жаздық қой. Олар сенің курста екеніңді біледі. Менің үлкен қызым ақылды, ол бірдеңе дұрыс емес екенін сезеді. Мен тіпті қоңырау шала алмаймын. Әлі 9 күн. Шыда. Оңай айту. Лариса күрсінді. Өзі де ұлы туралы ойлады. Оған 13 жас өспірім, анасыз 2 апта шыдайды, бірақ алаңдаушылық іштен кемірді. 7-ші күні бір түрлі оқиға болды. Дәрігер таңертең келмеді. Медбике қыздар түске дейін күтті, содан кейін алаңдай бастады. Лариса радио арқылы байланысуға тырысты. Алло, бұл карантин аймағы. Дәрігер тексеруге келмеді. Не болып жатыр? Радио үндемеді.
Лариса қоңырауды қайталады. Үнсіздік. Не болып жатыр? Ирина нервтене бастады. Білмеймін, мүмкін техникалық ақау. Тағы бірнеше рет тырысты, нәтижесіз. Кешке байланыс қалпына келді. Динамикте бейтаныс дауыс шықты. Карантин аймағы, бұл кезекші администратор. Дәрігер ауырып қалды. Ертең келеді. Не болды? Суық тию, ештеңе маңызды емес. Алаңдамаңыздар. Байланыс үзілді. Медбике қыздар бір-біріне қарады. Суық тию. Ольга сенбеді. Инфекциялық науқастармен жұмыс істейтін дәрігердің. Бір түрлі деп келісті Лариса. Келесі күні дәрігер шынымен келді, бірақ бұл бұрынғы анализ алған дәрігер емес еді. Жаңасы жас, 30 жас шамасында өзін доктор Ларин деп таныстырды. Біздің дәрігеріміз қайда? Деп сұрады Лариса. Демалыста. Мен оны ауыстырамын. Бізге ол ауырып қалды деді. Қателестіңіздер, ол жай демалысқа шықты. Жоспарлы, карантин ортасында. Әркімнің өз ісі бар. Ларин анализдер алды, үндемей төртеуіне қарады, және кетті. Оның мінез құлқалшақ, суыққа жақын еді. Ол сұрақтарға жауап бермеді, тек процедураларды орындады. Маған ол ұнамайды деді Ольга ол кеткенде. Маған да деп қолдады Ирина. Мүмкін жай сөйлемейтін шығар деп болжады Лариса, бірақ алаңдаушылық күшейді. 10-шы күні екінші бір түрлі оқиға болды. Тамақты шлюз арқылы әдеттегідей әкелді. Бірақ әдеттегі мәзірдің орнына ботқа, сорпа, нан тек құрғақ пайық әкелді. Бұл не? Лариса есікке соқты. Неге құрғақ пайық? Динамиктен дауыс жауап берді. Ас үйде уақытша проблемалар. Шыдаңыздар. Қандай проблемалар? Техникалық нақтылаңыз. Байланыс үзілді. Медбике қыздар консервілерді әрең жеді, үндемей. Көңіл күй түсіп кетті. Татьяна мүлдем жеуден бас тартты. Таня, шыдау керек деді Лариса. Неге бізді осында түрмедегідей ұстайды? Шындықты айтпайды. Дәрігерлерді ауыстырады, әңгімелермен алдайды. Не болып жатыр? Білмеймін. Үйге қайтқым келеді. Әлі 4 күн қалды. Сен шынымен бізді 4 күннен кейін шығарады деп ойлайсың ба? Лариса жауап бермеді. Өйткені өзі күмәндануға кірісті. 11-ші күні түнде Лариса бір түрлі дыбыстан оянды. Жоғарыдан келетін гүріл, діріл. Ол тыңдады. Дыбыс күшейді, содан кейін басылды. Сен естисің бе? Деп сыбырлады көрші төсектегі Ольга. Иә. Бұл не? Білмеймін. Техникаға ұқсайды, көп техника. Олар тұрып есікке жақындады, құлақтарын тіреді. Қалың металл арқылы тұншыққан дыбыстар естілді. Достар, қадамдар, сықыр. Сол жерде біреу жұмыс істеп жатыр деді Ирина. Түнде бір түрлі. Лариса радио арқылы байланысуға тырысты. Жауап бермеді. Ол тағы бір рет тырысты. Үнсіздік. Байланысты өшірген деп тұжырымдады Ольга. Әдейі. Сол түннің қалғанын ұйықтамай дыбыстарды тыңдап өткізді. Таң атқанша бәрі тынышталды. Таңертең доктор Ларин келмеді. Түстеде келмеді, кешкеде келмеді. Тамақ әкелмеді, крандағы су бітті. Радио үндемеді. Медбике қыздар үрейлене бастады. Бізді тастап кетті. Деп айқайлады Татьяна. Біз осында өлеміз. Тыныштан Лариса жағдайды бақылауға алуға тырысты. Мүмкін апат, коммуникациялар мен проблемалар. Карантиннің соңына 3 күн қалды да, кенеттен апат. Сен не айтқың келеді? Бізді алдаған. Басынан бастап. Ешқандай инфекция болмаған. Бұл тұзақ болды. Неге? Білмеймін. Бірақ факт, бізді жер астында қамады. Асты өшір тамақ бермейді. Біз тіпті сыртта не болып жатқанын білмейміз.
Ольга есікке жақындап соға бастады. Ей, біреу, ашыңыз. Бізге су керек, тамақ. Үнсіздік. Ол бірнеше минут соқты, қолдары ауырғанша. Пайдасыз. Есікті бұзуға тырысайық деп ұсынды Ирина. Не қылсақ? Ол металл сыртынан құлыпталған. Онда не істейміз? Күтеміз. Ал күтті, тағы бір күн. Су толық бітті, тамақ жоқ. Аштық және шөл басталды. Татьяна төсекте жатып қозғалмайтын. Қалғандар күштерін үнемдеуге тырысты. Лариса не болғанын ойлады. Неге оларды тастады? Татьяна дұрыс па, бәрі тұзақ па? Бірақ неге? 4 медбикені жертөледе қамаудың мағынасы не? Жауап күтпеген жерден келді. Ольга оларға оқуға берілген ескі газеттерді қарап отырды. Газеттер олардың карантиннен бір ай бұрынғы сәуір айындағы еді. 3-ші беттегі мақала оның назарын аударды. Лариса қарашы, Ольга газетті көрсетті. Есіңде ме, бізге науқас Чернобыльден апат салдарын жоюда жұмыс істеген деді. Иә. Қара, датаны, Чернобыльдегі апат 26 сәуірде болған. Науқас бізге 22 мамырда түскен. Бір айдан аз өткен. Бірақ бұл мақалада бірінші ликвидаторлар мамырдың басында ғана жұмысқа кіріскен, және олардың барлығы қатаң есепте. Құжаттар, тізімдер, медосмотр деп жазады. Ал біздің науқас құжатсыз. Қалай? Барлық ликвидаторлар бақылауда, ал бұл аты жөні жоқ. Лариса ойланып қалды. Сен ол ликвидатор емес деп айтқың келеді ме? Мен бүкіл Чернобыль және инфекция туралы әңгіме өтірік деп айтқым келеді. Онда ол кім болды? Білмеймін. Бірақ ликвидатор емес. Неге бізге өтірік айтты? Бізді осында жақсы себеппен қамау үшін карантин, қауіпті инфекция, мемлекеттік қажеттілік. Біз бас тарта алмадық. Бірақ неге? Ольга жауап беру үшін аузын ашты, бірақ үндемеді. Өйткені жауап жоқ еді. 14-ші күні карантин аяқталуы керек күні есік ашылмады. Медбике қыздар күні бойы күтті. Ештеңе болмады. Кешке Татьяна сусызданудан сандырақтай бастады. Ирина жылады. Ольга қолдары қанап кеткенше есікке соқты. Лариса еденде қабырғаға сүйеніп отырып ойлануға тырысты. Не білетіндерін науқас қайтыс болды. Оларға ол қауіпті инфекциямен жұқтырылған деді. Оларды жертөледе қамады. Содан кейін бәрі тоқтады. Дәрігер, тамақ, су, байланыс. Оларды ұмытқан сияқты. Немесе ұмытпаған. Жай олар енді қажет емес деп шешкен. Бірақ неге? Лариса Селезневтің сөздерін есіне түсірді. Сіздерден қаланың қауіпсіздігі байланысты. Егер инфекция шығып кетсе, салдары апаттық болады. Бірақ ешқандай инфекция болмаған. Олардың анализдер таза еді. Демек, себеп басқа, қайтыс болған науқаста. Ол кім болды? Не білді? Оның өлімі неге соншалық құпиялықты талап етті? Кенет Лариса бір детальді есіне түсірді. Кравцев науқасты қарағанда оның қолындағы татуировканы байқаған. Лариса оны көз ұшында көрген сандар және әріптер. Код сияқты бірдеңе. Ол сол кезде мән бермеген. Ал қазір, егер науқас қарапайым жұмысшы емес болса, егер ол маңызды құпияны білсе, құпия және инфекциядан емес, басқа нәрседен өлсе, улану, өлтіру. Олар медбике қыздар, куәгерлер еді, денені көрген, сұрақтар қоюы мүмкін еді. Сондықтан оларды карантин сылтауымен алып тастады. Жертөледе қамап, өлуге қалдырды. Құдайым-ау деп сыбырлады Лариса, бізді өлтіріп жатыр. 15-ші күні су мүлдем жоқ еді. Медбике қыздар әлсіреді. Татьяна есін әрең жинайтын. Ольга және Ирина төсектерде жатып қозғалуға шамалары жоқ. Лариса шығатын жол іздеді, барлық қабырғаларды, еденді, төбені қарады. Бөлме герметикалық, желдету тар торлармен жабылған, өтуге тым тар. Есік ауыр металл, бұзуға құралдар жоқ. Олар тұзақта еді. Лариса еденге отырып қабырғаға сүйенді және көзін жұмды. Естеліктерде суреттер қалқып шықты. Ұлы, күйеуі, үй, бақшадағы қызанақ өсіретін жері.
Бәрі басқа әлемде қалды. Қол жетпейтін. Көз жасы бетінен ақты. 2 аптада бірінші рет жылауға рұқсат етті. 16 күні Татьяна қайтыс болды. Тыныш, ұйқыда, сусызданудан. Оның денесі төсекте қалды, қалғандары бірдеңе істеуге шамалары жоқ. 17 күні Ирина қайтыс болды. Ол көзін ашпай кетті. 18 күні Ольга сыбырлады: «Лариса, кешір. Мен мұндай болғанын қаламадым». Не туралы? Күнделікте біз білгеннің бәрін жаздым, алдау туралы, науқас туралы. Матрастың астында жасырдым. Мүмкін біреу табар. Ольга, шыда. Шыдай алмаймын, шаршадым. Ол көзін жұмды және енді ашпады. Лариса жалғыз қалды. Әлі 2 күн күресті, кемінде бір тамшы су табуға тырысты. Трубалардағы конденсатты жалады, бірақ организм бас тартты. 20 күні ол төсекке жатты. Ойлануға да шамасы жоқ, тек босшылық. Соңғы ой: ұлым, кешір. Мен қайтқым келді. Содан кейін қараңғылық. 2024 жылдың сәуірі. Борисоглебск қаласының тергеу комитетінде аға тергеуші Вячеслав Морозов кабинетінде істің материалдарын зерттеп отырды. Сараптама растады: 4 әйел, жасы 25-тен 32 жасқа дейін. Өлім мамырдың соңы маусымның басында. Себебі сусыздану және аштық. Зорлық-зомбылық белгілері жоқ. Олар баяу өлген, жертөледе қамалған. Бірақ ең таңқаларлығы төсектердің біріндегі матрастың астындағы табылған күнделік 20 бет ұсақ әріппен жазылған. Ольга Степанова оны өліміне дейін жүргізген. Соңғы жазба: 18 күн. Бізді өлуге тастады. Егер біреу табатын болса, біліңіздер, біз ештеңеде кінәлі емеспіз. Бізді алдады. Морозов оқыды және ашу сезінді: мемлекеттік қажеттілік сылтауымен өлтірілген 4 кінәсіз әйел. Бірақ кім және неге? Ол қазуды бастады. Аурухананың архивтерін көтерді. Мамыр 1986 жылы инфекциялық бөлімге шынымен аты жөні жоқ науқас түскен. Ол 26 мамырға қараған түні қайтыс болған. Ол туралы жазбалар аз, диагноз этиологиясы анықталмаған жіті тыныс жеткіліксіздігі. Денесі моргке берілген. Әрі қарай тағдыры белгісіз. Сол түні кезекшілік еткен медбикелер 26 мамырдан 10 маусымға дейін біліктілікті арттыру курстарына сапарда деп есептелген. Содан кейін өз еркімен жұмыстан шығарылған. Өз еркімен. Морозов көзіне сенбеді. Олар өлі еді. Ол басқа құжаттарды көтерді. Аурухананың бас дәрігері Семен Петрович Бородин 1998 жылы қайтыс болған. Кезекші дәрігері Анатолий Викторович Кравцев 1992 жылы Германияға иммиграцияланған, 2010 жылы қайтыс болған. Доктор Ларин мүлдем болмаған. Аурухананың штатында мұндай тегі бар дәрігер туралы жазбалар жоқ. Морозов әрі қарай іздеді. Майор Селезнев туралы ескертпе тапты, санитарлық дәрігер емес, КГБ офицері, ерекше қауіпті инфекциялармен күрес басқармасында жұмыс істеген. 2005 жылы қайтыс болған. Капитан Громов та КГБ Зейнетте, Воронежде тұрады. Морозов оны тергеуге шақырды. Александр Петрович Громов 72 жаста, бұрынғы капитан КГБ тергеушінің кабинетінде отырды. Қария ақ шашты, иығы түскен, ауыр көзқарасты. Морозов оның алдына Ольганың күнделігін қойды. Танисыз ба? Громов қарап, бас изеді. Иә. Бұл оқиғаны есіңізде ме? Есімде. Айтыңыз. Громов үндемей тұрып сөйледі. Баяу, 38 жыл бұрынғы оқиғаларды қайта бастан кешкендей. 1986 жылдың 22 мамырында Борисоглебскке адам әкелінді. Оны бос жерде ес-түссіз күйде тапқан. Құжаттары жоқ еді. Жедел жәрдем ауруханаға әкелген. Кезекші дәрігер белгілері бойынша оны таныды. Бұл майор Юрий Ковалев, КГБ 3-ші басқармасының қызметкері. Оны 3 күн іздеген. Неге іздеген? Ол қашып кеткен. Ковалев Чернобыль астындағы құпия объектіде жұмыс істеген.
Апат салдарын жоюда емес, басқа объектіде. Әскери биологиялық. Ол тым көп білген және қашуды шешкен. Құжаттарды ұрлаған. Оларды батысқа бермек болған. Біз оны таптық, бірақ ол қабылдауға үлгерді. Цианид ауруханада қайтыс болды. Және сіз куәгерлерді алып тастауды шештіңіздер. Мен емес, Селезнев. Бұл оның шешімі еді. Медбике қыздар Ковалевті көрген, кейін суретте шықса, тануы мүмкін еді. Ал кезекші дәрігер Кравцов тым қызығушылық танытқан, сұрақтар қойған. Шу көтеруі мүмкін еді. Және сіз оларды жертөледе қамадыңыздар. Өлтірмедік. Жай оқшауладық. Селезнев 2 аптадан кейін шығарамыз, жағдай тұрақтанғанда деді. Бірақ сіз оларды шығармадыңыздар. Громов басын төмен салды, жоқ. Неге? Өйткені Селезнев жоғарыдан бұйрық алды, барлық куәгерлерді сау. Ковалев биологиялық қару туралы құпия құжаттарды ұрлаған. Егер ақпарат шығып кетсе, халықаралық жанжал болады. Сондықтан іздерді толық өшіруді шешкен. Сіз кінәсіз адамдарды өлтірдіңіздер. Мен бұйрықты орындадым. Сіз бас тартуыңыз мүмкін еді. Және лагерге түсу немесе сол төртеумен жертөледе қосылу. Сіз қорқақсыз. Мүмкін. Морозов тұрып терезеге жақындады. Көшеге қарады, онда қарапайым өмір жүріп жатты. Адамдар жұмыстарына асықты. Білмеймін, 38 жыл бұрын осы қалада 4 әйел шөлден өліп жатты, өздері қызмет еткен мемлекет тастап кеткен жертөледе. Ковалевтің денесі қайда? Крематорийде өртеді, күлін шашты, құжаттарды жойды. Ал медбике қыздарды да өлімнен кейін өртеу керек еді. Селезнев 1 айдан кейін жертөлені ашуға, денелерді шығаруға және өртеуге бұйрық берді. Бірақ бірдеңе дұрыс болмады. Мүмкін ұмытты. Мүмкін жертөлеге түскілері келмеді. Қарапайымырақ, есікті кірпішпен қалап жағын, бөлме жоспарлардан жоғалды. Оны ұмытты 38 жыл. Иә. Олардың отбасылары іздеді ме? Білемін. Оларға медбике қыздар өз еркімен бір жерге кетті деді. Олардың бірінің күйеуі сенбеді. Хаттар жазды, прокуратураға шағымданды. Нәтижесіз. 86 жылы КГБ күшті еді, ешкім қазуға батыл болмады. Морозов Громовқа бұрылды, ал сіз? Осымен 38 жыл өмір сүрдіңіз бе? Тыныш. Жоқ деп басын шайқады. Тыныш емес. Әр түнде оларды көремін, жертөледегі 4 әйел. Олар айқайламайды, қарғамайды, жай қарайды, және мен ұйықтай алмаймын. Лайықты. Келісемін. Морозов үстелге қайтты. Селезнев өлген. Кравцов өлген. Бородин өлген. Сіз шындықты білетіндердің жалғыз тірісіңіз. Иә. Көрсеткіштер бересіз бе? Иә. Бәрін айтамын. Білсіндер. Бұл оқиғаны жабатын уақыт. Сізге мерзім қауіптенеді. 72 жас, қанша өмір сүремін? 5 жыл, 10 жыл маңызды емес. Маңыздысы ақыры шындықты айтамын. Неге қазір? Неге бұрын емес? Өйткені бұрын қорықтым, ал қазір. Қазір жай қорыққаннан шаршадым. Морозов көрсеткіштерді жазды, Громов қол қойды. Содан кейін қария тұрып, үстелде жатқан медбике қыздардың суреттеріне қарады. Жас, күлімдеген, тірі, отбасылық архивтерден алынған суреттер. Кешіріңіздер деп сыбырлады ол. Кешіріңіздер, егер мүмкін болса. Конвой оны алып кетті, есік жабылды. Оқиға баққа түсті. Ел талқылады, 1986 жылы мемлекет өлтірген 4 медбике, карантин сылтауымен. Суық соғыс және құпиялықтың құрбандары. КГ, биологиялық қару, дезертир, куәгерлер. Бәрі қайғылы түйінге байланған. Громовты соттады және өлтіруге қатысу үшін 8 жыл бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Қорғау мерзімді азайтуға тырысты, жасын және оқиғаның ескіргенін сілтеп. Көмектеспеді. Сот қатаң болды. Бірақ қоғам одан да көпті талап етті. Барлық қатысушылардың аттары, КГБ архивтері, 80-ші жылдардағы операциялар туралы шындық.
Архивтер ішінара ашылды. Ковалев ісі жалғыз емес екені анықталды. 80-ші жылдары КГБ бірнеше куәгерлерді тазалау операцияларын жүргізген. Қанша адам қаза тапқаны нақты белгісіз. Құжаттар жойылған немесе құпияланған. Морозов қазуды жалғастырды. Ол осы іске құмар болды, бұл оның жеке миссиясына айналды. Ол Чернобыль астындағы құпия биологиялық объект туралы барлық материалдарды көтерді. Ескертпелер тапты, бірақ толық мәліметтер өте құпия грифмен жабық алынбаған. Олар әлі шындықты жасырады, деді ол әріптесіне. 40 жылға жуық өтті, олар қорыққан. Неден қорыққан? Жанжалдан. Халықаралық айыптаудан, репарациялардан. Егер СССР биологиялық қаруды Чернобыльде әзірлегені шықса, салдары апаттық болады. Тіпті қазір. Демек, біз ешқашан толық шындықты білмейміз бе? Білмейміз. Қаза тапқан медбике қыздардың отбасылары өтемақы алды. Символикалық, әр отбасыға $1 миллион. Ақша аналарды қайтармайды, бірақ бұл кінәні мойындау. Мемлекет кешірім сұрады. Кеш, шын жүректен емес, бірақ кешірім сұрады. Бұзылған аурухананың орнына ескерткіш орнатылды. Медициналық халаттардағы 4 әйел мүсіні. Жазу: Лариса Комароваға, Ольга Степановаға, Ирина Беловаға, Татьяна Русаковаға. Қызметтік борышын орындау кезінде қаза тапқан. 1986 жыл. Өтірік соңына дейін. Олар борышын орындау кезінде қаза таппаған. Оларды мемлекет өлтірген. Бірақ отбасылар дауласқан жоқ. Ескерткіш бұл кемінде бірдеңе, келіп гүл қоюға, үнсіз тұруға болатын орын. Мемориалдың ашылуына қаза тапқандардың балалары мен немерелері жиналды, 3 ұрпақ. Лариса Комарованың ұлы Алексей, 50 жастағы ер адам, микрофонға тұрды. Менің анамды өлтіргенде оған 32 жас еді. Маған 13. Соңғы күнін есімде, ол түнгі ауысымға кетіп бара жатты. Мені сүйді, жақсы оқы деп айтты. Таңертең қайтамын. Блини пісіремін. Ол қайтпады. 38 жыл жауапсыз өмір сүрдім. Не болды, қайда кетті, неге мені тастады? Алексей үндемей тұрып тамағындағы түйінді жұтынды. Қазір білемін. Ол тастамаған, оны өлтірген. Жер төледе қамап, өлуге қалдырған. Не үшін? Дұрыс емес жерде, дұрыс емес уақытта болған үшін, көруі керек емес нәрсені көрген үшін. Бұл әділетсіз. Бұл қатыгез. Бұл қылмыс. Ол ескерткішке, содан кейін жиналғандарға қарады. Анам жақсы адам еді, жұмысын сүйетін, адамдарға көмектесетін. Өмірлерді құтқарған. Және осы үшін оны жертөледегі өліммен марапаттады. Мен кешіре алмаймын. Ұмыта алмаймын. Бірақ есімде сақтай аламын. Оны құрбан ретінде емес, батыр ретінде есімде сақтау. Өйткені ол соңына дейін күрескен. Ольга күнделік жүргізген, шындықты жазған. Соның арқасында біз не болғанын білдік. Оның жазбалары болмаса, әлі білмейтін едік. Ол үндемеді. Адамдар қол шапалақтады, кейбіреулері жылады. Ескерткіш ашылды, мәрмәрден 4 әйел бірге тұрып алға қарады. Мәңгілікке. Александр Громов соттан 2 жылдан кейін түрмеде қайтыс болды. Рак. Жылдам, агрессивті. Ол қарсыласқан жоқ, емделмеді, жай соңын күтті дейді. Өлім алдында қаза тапқан медбике қыздардың балалармен кездесуді сұрады. 3-еуі келді. Алексей Ларисаның ұлы, Мария Ольганың қызы, және Виктор Иринаның ұлы. Громов түрме ауруханасының палатасында жатты. Әлсіз, арық, сөйлеуі қиын, келгендеріңізге рахмет. Тағы бір рет кешірім сұрағым келді. Жеке. Білемін, сөздер ештеңе білдірмейді. Бірақ басқа ештеңем жоқ. Алексей оған суық қарады. Неге шақырдыңыз? Сіздердің білулеріңізді қаламын, өкінемін. Күн сайын. 38 жыл. Егер сол күнге қайта оралсам, бас тартар едім, бұйрықты орындамас едім, оларды босатар едім. Мені отырғызса да, бірақ олар өмір сүрер еді. Бірақ сіз бас тартпадыңыз, деді Мария. Жоқ, мен қорқақ едім.
Өзім үшін қорықтым. Өмірім үшін, мансап үшін. Және сіздің аналарыңыз менің қорқақтығымнан өлді. Виктор үндемеді. Содан кейін сұрады, сіз оларды жертөледе көргенсіз бе, қалағанда? Громов бас изеді, иә. Селезнев маған тексеруді бұйырды. Мен өлімдерінен 1 айдан кейін түстім. Есікті аштым. Олар төсектерде жатты. Тыныш ұйықтап жатқандай. Тек тыныс алмайтын. Мен шығып Селезневке бәрі дайын дедім. Ол қалауды бұйырды, мен қарсы болмадым. Сіз құбыжықсыздар, деді Виктор. Иә, деп келісті Громов. Мен құбыжықпын. Алексей тұрды, біз кешірім үшін келген жоқпыз. Біз айтуға келдік, біз ешқашан кешірмейміз. Сіз осымен өлесіз, және бұл дұрыс. Олар кетті. Громов жалғыз қалды. Сол түні қайтыс болды. Тыныш, ауыртпалықсыз, лайықтысынан жеңіл. 3 жыл өтті. Медбике қыздардың оқиғасы символға айналды. Биліктің өз бетінше әрекетінің, жүйенің қатыгездігінің символы. Борисоглебсктегі мемориал қажылық орнына айналды. Адамдар бүкіл елден келеді. Гүлдер, жазбалар, ойыншықтар қалдырады. Неге ойыншықтар? Өйткені қаза тапқандардың кішкентай, жетім қалған балалар қалды. Ойыншықтар олардан айырылған балалық шақтың символы. Ольганың күнделігін жариялады. Кітап 100 000 дана тиражбен шықты. 1 аптада сатылып бітті. Барлық ақша қаза тапқандардың отбасыларына кетті. Деректі фильм түсірді, федералдық арнада көрсетті, рейтинг рекордтық. Ел қарап қорқып отырды. Бірақ ең маңыздысы қоғамдық қысым мен архивтердің бір бөлігі құпиясыздандырылды, немесе жаңа мәліметтер анықталды. Далее майор Юрий Ковалев Чернобыльден 30 шақырым жердегі Днепр 2 құпия объектінде жұмыс істеген. Объект биологиялық қару әзірлеумен айналысқан. Атап айтқанда, оба және Сібір жарасы штамдарын әскери қолдану үшін модификациялау. Ковалев микробиолог еді. Ол үлгілер мен құжаттаманы ұрлап батысқа бермек болған. КГБ оны Борисоглебскте ұстады. Ковалев қабылдады, бірақ өлім алдында үлгілерді жасыруға үлгерді. Қайда белгісіз. КГБ іздеді, таппады. Мүмкін олар әлі бір жерде жатыр, биологиялық қару бар құтылар. Қауіп? Селезнев ақпарат шығып кетуінен қорықты, сондықтан барлық куәгерлерді алып тастады. Ковалевті көрген медбике қыздарды, оны қараған дәрігерді, шындықты білген бас дәрігерді. Кравцов Германияға қашуға үлгерді. Қалғандары қаза тапты. Бірақ медбике қыздарды неге қалап қойды? Неге уламады, атпады? Жауап Громовтың көрсеткіштерінде табылды. Селезнев табиғи өлімді инсценировка жасағысы келді. Егер денелер оқ жарақаттарымен немесе іздермен табылса, сұрақтар басталар еді. Ал қамалған бөлмедегі сусызданудан өлім кездейсоқ сияқты көрінеді. Мол өздігінен қамалып қалған, ешкім білмеген. Трагедия, бірақ денелер табылмады. Жоспар бұзылды. Бөлме қамалды және ұмытылды. 38 жыл күтті, құрылыс құпияны ашқанша. Бүгін табылғаннан жылдар өткен соң, іс ресми жабылды. Громов өлген. Селезнев өлген. Қалған қатысушылар не өлген, не табылмаған. Заңдық тұрғыдан қылмыстың кінәлілері жоқ. Бірақ оқиға ұмытылмаған. 4 әйел символға айналды, олардың аттары бүкіл елге белгілі. Олардың трагедиясы мектептерде сабақ ретінде оқытылады, билік қоғам бақылауында болмаса, не болатыны туралы. Отбасылар әрі қарай өмір сүреді. Балалар өсіп қартайды, немерелер өсіп өз балаларын туды. 3 ұрпақ жеке білмейтін, бірақ жоғалтқан адамдардың естелігін сақтайды. Әр жыл сайын 25 мамырда медбике қыздар жертөлеге түскен күні мемориалда еске алу рәсімі өтеді. 100-деген адам келе. Шам жағады, гүл қояды, үнсіз тұрады. Биыл Алексей Ларисаның ұлы өзінің 5 жасар шөбересін әкелді. Оны Лариса деп атаған, прабабасының құрметіне. Ол батыр болған ба? Деп сұрады кішкентай қыз ескерткішке қарап. Иә, деп жауап берді Алексей. Ол батыр еді.
Ерлік жасап емес, соңына дейін күрескен үшін бәрі қарсы болса да. Ал мен батыр боламын ба? Боласың, егер сенен бұрынғыларды есіңде сақтасаң. Егер шындық үшін күрессең, прабабың сияқты. Қыз бас изеп, ескерткіштің түбіне гүл қойды. 4 мәрмәр әйел алға қарады. Мәңгілікке. Болашаққа. Онда мұндай оқиғалар болмауы мүмкін. Бірақ бұл тек үміт. Вячеслав Морозов 2025 жылы зейнетке шықты. Медбике қыздар оның мансабындағы соңғысы болды. Бірақ ол ұмытқан жоқ. Әр жыл сайын мемориалға келеді, тұрады, ескерткішке қарайды, ойланады, көбірек жасай алмағаны туралы. Ковалев ұрлаған үлгілерді таба алмағаны, барлық кінәлілерді жауапқа тарта алмағаны, әйелдерге өмірді қайтара алмағаны туралы. Бірақ ол жасай алғанын жасады. Шындықты ашты. Және бұл маңызды. Өйткені шындық, әділет мүмкін болмағанда қалатын жалғыз нәрсе. 1986 жылы мемлекет өлтірген 4 медбике. Өтірікпен үзілген 4 өмір. Ұмытуға болмайтын 4 ат. Лариса Комарова, Ольга Степанова, Ирина Белова, Татьяна Русакова. Есімізде. Қайғырамыз. Кешірмейміз. Бұл оқиғаны соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Біз ұмытылмау керек оқиғалар туралы айтамыз. Адамдар туралы, олардың тағдыры жағдайлармен, жүйемен, немқұрайлықпен сынған. 4 медбике қыздың оқиғасы өткенді еске сақтаудың қаншалық маңызды екенін еске салу, онымен өмір сүру үшін емес, қателерді қайталамау үшін. Лариса, Ольга, Ирина және Татьяна қарапайым әйелдер еді. Олар жұмыс істеді, балалар тәрбиеледі, болашақ туралы армандады. Олар ерлік жасамаған, даңқ істемеген. Олар жай өз жұмыстарын істеген. Және осы үшін өмірлерімен төледі. 38 жыл олардың отбасылары жауапсыз өмір сүрді. 38 жыл балалар аналарын күтті. Және тек кездейсоқтық шындықты қайтарды. Қанша осындай оқиғалар жасырын, қанша адам із-түзсіз жоғалған, қанша отбасы әлі жауап күтеді білмейміз. Бірақ бір нәрсені білеміз, естелік ұмытуға қарсы қару. Біз есімізде сақтағанша олар тірі. Біз айтқанша олардың құрбандығы бекер емес. Егер бұл оқиға сізді толқытса, лайк қойыңыз, каналға жазылыңыз, пікірлерде қай қаладан екеніңізді жазыңыз. Оқиғаны маңызды адамдармен бөлісіңіз. Жүйе ұмытқан адамдарды есіңізде сақтаңыз, соңына дейін күрескендерді есіңізде сақтаңыз. Шындық әрқашан жеңеді, тіпті 38 жылдан кейін болса да есіңізде сақтаңыз. Уақытыңызға рахмет. Естеліктеріңізге рахмет.